Достар, көріп тұрғандарыңыздай біз қазір ойраттардың мына аймағын жаулап алдық. Естеріңізде болар, ойраттардың жері шығысқа қарай ығыстырылды. Ойраттар тек бірнеше провинция ғана ие болып шыға келді. Ал қазақтардың территориясы шығысқа қарай кеңейді. Енді бізге Тынық мұхитына қарай жол ашылды десек болады. Себебі мына жақта Сібір тайпалары. Сібір тайпаларын жаулап алу соншалықты бір қиынға түседі деп ойламаймын. Өйткені Сібір тайпаларының көпшілігі отты қару белгісіз бұл халықтарға. Сондықтан Мәскеудің алдын орап кетуге үлкен мүмкіндік бар. Бірақ менің қазіргі кездегі ойлап отырған, қараңыздаршы, қазіргі кезде қазақтардың территориясы солтүстікке қарай кеңейгенімен көріп тұрсыздар, оңтүстікте Әмір Темір мемлекетінің қуаттылығын, өткен Әмір Темір мемлекеті қазақтарға тиесілі Шымкент, Ташкентке иелік етіп отыр. Мына Шымкент те, Ташкент те Әмір Темір мемлекетінің құрамында әзірге. Сондықтан қазіргі мақсат осы екі қаланы жаулап алып, қазақ хандығының құрамына қосу. Өйткені Әмір Темір мемлекеті одан әрі күш жинап бұрынғы қалпына келетін болса, онда білесіздер, Әмір Темір мен Тоқтамыс заманы қайтадан оралуы мүмкін. Әрине, Әмір Темір мен Тоқтамыс заманы оралатын болса, онда Дешті Қыпшақ жері, мына даланың барлығы, мына аймақтың барлығы Әмір Темірдің және оның ұрпақтарының тәуелділігіне түседі. Немесе тонаушылық, қиратушылық, былайша айтқанда жаулап алу жорықтарының нағыз майдан даласына айналады. Сондықтан Әмір Темір мемлекетінің одан әрі күшеюіне жол бермес үшін маған қазіргі кезде Шымкент, Ташкентті қазақтардың құрамына қосу керек. Сондықтан қазір мен Әмір Темір мемлекетіне бізбен достық байланыс орнатып отырғанына қарамастан Әмір Темір мемлекетіне соғыс жариялаймын. Міне, басталды, Әмір Темір мемлекетімен соғыс басталды. Бірақ қазіргі кезде менің әскеріме қаражатты көбірек бөлу керек. Әскеріме қаражатты көп бөлу керек. Сонда ғана оңтүстіктегі аймақтарды қорғап қала аламыз. Қазір менің шекаралық бекіністерім Созақ, Түркістан, Таразға шабуыл жасауы мүмкін, немесе өзбектердің жері арқылы да жаулаушылық жорық бастауы мүмкін. Әмір Темір мемлекетінің қазіргі одақтастары Ормуз, Яркент, Жауынпур, бұлар енді Үндістандағы мемлекеттер, мыналар. Ал Яркент мына жақта біздің оңтүстігімізде орналасқан. Сондықтан Яркент те бізге соғыс ашып отыр. Енді мен бір емес бірнеше мемлекетпен шайқасуыма тура келеді. Сондықтан әскерге бөлінетін қаражатты әлдеқайда көбейтіп жібердім. Біз жорықты бастаймыз. Бірінші жолдағы бекініс бұл Шымкент болмақ. Ал шамалы әскерді, мен 20 мыңдық әскерді Яркентке қарай жіберем. Жаркентке жіберем. Ал қалған әскерді Әмір Темір мемлекетінің бір орталығы Ташкентке жіберіп отырмын. Мына 9 мыңдық әскерді әзірге бұл қазақ жерінде қалдырып алдымда жөн көріп отырмын. Өйткені қазіргі кезде соғыс жүріп жатқаннан кейін, шайқас басталғаннан кейін елде көтеріліс басталуы мүмкін, немесе сепаратистік топтар осыны пайдаланып біздің елімізде бүлік бастауы мүмкін. Сондықтан бұл әскерді қазақ жерінде қалдырам. Мына 9 мыңдық әскер. Өйткені ойраттардың жаулап алған территориямызда ойраттардың көтеріліс басталып кетуі мүмкін. Білесіздер, тарихта біздің осы жерде бір тарих айтып кетуге болады. Мына Тәуекел ханның інісі дейді, немесе бауыры деп атайды кейбір деректерде, әртүрлі айтады. Енді мына Шах Мұхаммед дейтін сұлтан болды қазақтардың. Сол Шах Мұхаммед сұлтан ойраттардың билеушісі болған еді, ойрат ханы. Кейіннен Шах Мұхаммедті ойраттар өлтіріп, қайтадан тәуелсіздікке ие болады. Бір уақыттары Тәуекел ханның тұсында ойраттардың бір бөлігі қазақтарға бағынған болатын. Сол Шах Мұхаммед ойраттарда билік құрды. Сондықтан мен қазіргі кезде ойраттардың бір бөлігін мен жаулап алдым. Тәуекел хан сияқты ойраттардың бір бөлігін жаулап алдым. Бір бөлігін тәуелсіздікке түсірдім. Бірақ ойраттар көтеріліс бастауы мүмкін қайтадан. Сондықтан осының алдын алу үшін 11 мыңдық әскер, қазір мен әскерге бөлінетін қаражатты көбейткеннен кейін әскерлер көбейіп жатыр. Әскердің бір бөлігін Жаркент сұлтан хандығына жібердім, бір бөлігін Әмір Темір мемлекетіне. Әрине мына жақтағы Үндістандағы мына Жауынпур бізге соғыс ашып отыр. Өйткені бұл әрине Әмір Темір мемлекетінің одақтасы. Бір уақыттары Әмір Темір осы Үндістанды тонаған еді. Соған қарамастан Үндістаннан өз одақтасын тауып үлгерген болар.